Like a Hellcat. Драмалай өздеріңіз суреттеп айтты. 2010 жыл Нұрсұлтан мен Асауылдың қаласында Нұрсұлтан деген бала туылған болады. Тараз қаласында Нұрсұлтан деген бала туылған болатын. Сол мен ол кішкене осымен өсе бастан дегендей мен ол кезде 8 жаста болдым. 8 жаста болдым. Өткен соң мен садикке барып жүрдім. 5 жасында садикке барып жүрдім мен. Садикке мен сурет салғанды жақсы көремін. Сурет салғанды жақсы көретін. Сол мен көп балалармен дос болдым. Дегендей мен деген 8 жаста сабаққа барып короче 6 жаста ма 7 жаста сабаққа баратын түсінген соң мен сабақ деген не екенін түсінбедім мен. Сабақ оңай шығар деп ойладым да, бірақ керісінше никакта болмады. Ол не дегендей. Сол кезде мен ойыншықтармен ойнайтынбыз бәріміз дегендей. Мен даже ойыншықпен ойнап жатқан кезде бір бала мен ойыншығымды тартып алған болатын. Тартып алған екен, тартып алды. Сол кезде мен оның басына бір ойыншықты аламын да, бір ойыншықты алып, қатты тиетін ойыншықты алдым да, мынандай балта алдым ғой, короче, балта емес, андай ойыншық балта алдым да, басына бах еттім ғой, келдім да, анау баланың реакциясын айтсаңдаршы. Жылау. Даже ана бала мені апайға айтып берді. Апай болған кезде алды да ойыншықпен мені дегендей мені короче ана іштемен ұрды мен сол кезде мен қалай жыламайды дейсің анадан кейін. Жыладым, отырдым ана іште. Отырдым да, сөйтіп әпкелерім садикті бітіргеніме қуандым. Негізінде садикті бітіргенмін 7 жасымда. Ура деп кетіп қалмасын ғой. Сөйтіп мен негізінде мектепке барғым келді. Оңай деп ойладым. Керісінше жаман болды. Керісінше мен айып болды. Контентке ұқсап кетті. Достар кешіріңіздер, контентке ұқсап кетті, гүл емес. Достар, мен басты береге кетті. Мен 10 жыл түрмеге отырғызып бекер жазғым келді. Мен 10 жыл түрмеге отырғызып қойған сияқты болды. Дегендей 10 жыл түрмеге қамап қойған сияқты. 2 жыл 3 жыл түрмеге қамап қойғандай болды. Оқырдым, жүрдім сол. Әлі оқып жүрдім. Коронавирустың кесірінен онлайн сабақпен көреміз. Онлайн сабақпен ғой, короче. Онлайн дегендей. Онлайн сабақпен көретінбіз, сол жаман дегендей. Сөйтіп мектепке бардым, оқыдым. Сөйтіп даже мен кезекші болған кезде жүргенмін. Жүрдім, сол кезекші болып, барлығын жазып жүрдім сол. Сөйтіп
же бір кезде ручкам жерге түсіп кетті. Оны мен білген жоқпын, менің ручкам екенін. Біреудің ручкасы жатыр. Сөйтіп бір бала келді да, сол ручканы алып кетті, қашып кетті. Сөйтіп мен түсінбей қалдым. Сөйтіп қарасам, ручкам жоқ. Түсінбей қалдым ғой. Сөйткен кезде мен ол баланы таптым да. Әрине не істедім десеңіздер. Анау бала десеңіздер. Ұрдым. Ұрдым сол. Ұрып тастадым да, сөйтіп. Тағы да апайға айтып берді ол бала. Ал мен апай. Мені ұрды. Ұрды мені. Жаман ұрды ғой. Сөйтіп менің достарым көп болды мектепте. Бәріміз дегенде ойнадық. Біз деген негізінде дышыны жақсы өтіміз дышы. Өйткені біз деген волейбол ойнайтын. Волейбол деп ой. Доппен ойнаған жақсы көретінбіз. Доп. Сөйтіп біз мектеп каникул болған кезде, каникул болды да, сөйтіп қыста каникул болмады енді. Әшейін әкеміз екеуміз не істеп отырдық? Аққала соғып отырдық. Ол кәдімгі аққала емес. Сақалы бәрі аққала ғой, сақалы. Әке екеуміз, папа екеуміз қайтып бара жатқан кезде өз роднойымды таптым ғой. Короче, ше. Оның аты Али. Короче, Али ғой. Алида, короче, біз көп қырылыс болғаннан кейін үйге қайттық, екеумізде. Қайтқан кезде бізде, короче, маған не берді, короче, манный каша. Тамақ жедім ғой, короче, тамақ. Толтырып берген ғой маған. Сөйтіп соның бәрін жедім, жеп болғаннан кейін бітірдім. Ана іште қарным дәу болып жаттым. Тамақты бітірдім де. Диванның үстіне. Жата қалдым. Жаттым сол. Жата қалдым ғой. Сөйтіп не істедім деп ойласаңыздар. Білетін шығарсыздар. Өздеріңіз білетін шығарсыздар. Әбден ұйықтадым да, сөйтіп түн бопты. Түн мен жаттым сол. Отырдым. Түнгі 1-ге дейін отырдым. Ұйқы болып, ұйқысыз. Отырдым. Азанды күттім. Азан болды. Сөйтіп ұйықтамайдым деп шешімде ұйқым келіп кетті. Далаға ұйықтап қаптым. Сөйтіп біреулер алып кеткен ғой. Бәрі кім деп ойласам, ағам екен. Сөйтіп ұйықтадым, от души. Түніме естіп шықтым енді. Соның әр күнінде ұйықтамадым. Достар, мен осы видеоға көп уақыт кеттірдім. Мен сөйлей алмаймын. Жөтелдің кесірінен мен дұрыстап сөйлей алмадым. Енді кешірім сұраймын, мен дұрыстап не істей алмадым. Саламадым дұрыстап. Сол дауыстарым біртүрлі болып жатса не істеймін енді. Соны түсінбедім мен. Осы видеоға мен келесі серияда мықты болып салатын боламын. Егер де мен қолдасаңыздар. Ал стрим болған Нұрсұлтан Про кейде сау болыңыздар.